Hello everyone. Бүгінгі сабақта subject және object есімдіктермен танысатын боламыз. Олардың түрлері қандай және айырмашылықтары қандай, сөйлемде қалай орналасады, соның барлығын білетін боламыз. Let's get started. Pronouns, яғни есімдіктер, зат есімдердің қайталана бермеу үшін қолданылатын сөздер. Ағылшын тілінде есімдіктердің бірнеше түрі бар. Соның бірі subject pronouns пен object pronouns. Subject pronouns кім, не деген сұрақтарға жауап беретін болса, object pronouns кімге, неге, кімді, нені, кіммен, немен деген сияқты толықтауыш сөйлем мүшесіне қойылатын сұрақтардың барлығына жауап береді. Subject pronouns есімдіктерінің түрлеріне I, мен, ал оны object pronouns, яғни толықтауыш есімдігіне аударатын болсақ, me, яғни мені, маған деп аударылады. We, біз, us, бізді, бізге. You, сен, сіз, сендер, сіздер. You, сені, сендерді, саған, сендерге. Ағылшын тілінде you есімдігі жекеше түрге де, көпше түрге де, сыпайы түрге де барлығына бірдей болады. Ал ол толықтауыш есімдігіне аударған кезде де өзгермейді. They, олар, them, оларды, оларға. He, ол, him, оны, оған. She, ол, her, оны, оған. It, ол, it, оны, оған. It есімдігі object pronouns'та дәл солай қалады, өзгермейді. Ал енді object pronouns не үшін керек? Сөйлемде зат есімдерді қайталай бермеу үшін object pronouns толықтауыш есімдіктер қолданылады. Мысалы, where are the keys? I can't find them. Кілттер қайда? Мен оларды таба алмай жатырмын. Keys, кілттер деген зат есімді екінші сөйлемде them object pronounға ауыстырдық. Келесі мысал, I don't know Arужан's sister. Do you know her? Arужан's sister, Аружанның әпкесі. Дегенді екінші рет қайталамау үшін her, оны деген object pronounды қолданамыз. I want to eat pizza. Менің пицца жегім келіп тұр. Let's order it with home delivery. Қане оны үйге тапсырыспен алдырайық. Екінші сөйлемде пицца дегенді қайталамау үшін it есімдігімен алмастырдық. Пицца жансыз нәрсе болғандықтан it есімдігін аламыз. Subject pronouns іс-әрекетті жасаушы болса, ал object pronouns іс-әрекетті қабылдаушы. Мысалы, she sent him a message. Ол оған хабарлама жіберді. Sent етістігінің өткен шақтағы формасы. Sent жіберді, іс-қимыл, етістік. Ал іс-қимылды жасаушы she, ол. Object pronoun him оған іс-қимылды қабылдайды, яғни receives. Subject pronouns етістіктің алдында, ал object pronouns етістіктен, көмекші сөзден, prepositionнан кейін тұрады. Object pronouns ешқашан сөйлемнің басында келмейді. Мысалы, I saw her at the store. Мен оны дүкенде көрдім. Subject pronoun I етістіктің алдында тұр. So, see етістігінің өткен шақ формасы. Object pronoun her, so етістігінен кейін қойылады. It is important for us to take care of our health. Денсаулығымызды күту біз үшін маңызды. Бұл сөйлемде көмекші сөз for, ал us object pronoun көмекші сөзден кейін қолданылады. To take care of, күту, баптау деген мағынаны білдіреді. Денсаулығымызды күту, to take care of our health.